Жер бетіндегі ең үлкен гипнозист бұл үйде тұратын төртбұрыш қорап. Ол үнемі бізге неге сенсең сол шындық дейді. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Dangerous. extremely dangerous To our democracy. Extremely dangerous to our democracy. 2018 жылы наурызда ақшта бірқатар жергілікті арна жаңалықтар қызметіндегі тележүргізушілер бірдей мазмұндағы жаңалықты оқыды. Осы телеарналардың бәрі американдық телекоммуникация алыбы Sinclair Broadcast Group компаниясына тиесілі. Осыдан кейін әлеуметтік желілерде Sinclair бұл жаңалық таратуға арналарға тапсырма бергенін және оның саяси асыры бар екенін, тележүргізушілер Трамптың бақ соғысы кезіндегі жауынгерлеріне айналғандығын жарыса жазған. Бұл бұқаралық ақпарат құралдарының адамның санасына ықпал етуі мақсатында қандай да бір адамдардың қол шоқпарына айналу мүмкін екендігінің айқын дәлелі. Шындығында біз бала кезден бастап жаңалық қызметі саясаткерлер, мұғалімдер, лекторлардың гипноздауына ұшырап жатырмыз. Олар бізді әлемді белгілі бір жолмен көруге бағдарлайды. We're being programmed to see the world in a certain way. Сиқыр бұл бар нәрсе және сиқырмен айналысатын адамдар бар. Сиқыр әртүрлі жолдармен жүзеге асады. Оның ішінде көздің сиқыры да бар. Ол көрермендердің назарын өзіне тартады. Сіздерге мына хадисті түсіндірейін. Хадистегі хасир сөзі тоғылған төсеніш дегенді білдіреді. Тік және көлденең сызықтары бар матрица секілді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай дейді. Сынақтар адамдардың көздеріне тоқылған төсеніш тәрізді көрінеді. Одан зардап көргендердің жүрегіне қара таңба түседі. Олар жақсыны танымай жаманнан сескенбейтін болады. Нәпсіге бой алдырады. Бұл хадистегі хасир қазіргі таңдағы теледидарды меңзейді. This is the set. It's a hasir. It's a mat. And the Prophet said, the fitan will be shown to the hearts like a mat. Зорлық-зомбылық жасау адам үшін үйреншікті жағдайға айналғанға дейін шайтан сынақта адамға фильмдер мен теледидардан қайта-қайта көрсетуді тоқтатпайды. Адамдардың жүректерін осылайша бұзады. Егер зерттеулер статистикасына назар аударсаңыз, бұқаралық ақпарат құралдарындағы зорлық-зомбылықтың артып жатқандығын байқайсыз. Анағұрлым айқын, сексуалды және садистік сипатқа ие. Бұл шайтанның айласы. 1930, 40, 50, 60 жылдардағы фильмдерге қараңыз. Бұндай мазмұнды баяу қарқында өскенін көресіз. Шайтан осылай шалдайды. Сіз фильм көре бастайсыз, ал олар сізге бұзақылықты таныстырады. Арасында зорлық-зомбылық және жыныстық қатынас адамның психикасына қарсы күшті құрал. Шайтанның осы екі құрал арқылы сау жүректі құртуды көздейді. Мен Америка Құрама Штаттарының статистикасын келтірейін. Шектелген санаттағы фильмдердің 80%, шектелген санаттағы видео ойындардың 70% және арандатушылық мәтіні бар музыканың 100% 17 жастан төменгі балаларға заңды түрде сатылып жатыр. Иә, олар не білдіріп жатқандығын әрине біледі. Олар ессіз. Егер біреулер айтса, мен баспасөз еркіндігіне сенемін, көркем өнер орындауларды құптаймын, қоғамымыз сондай азғын емес десе, жоқ, олар расында да бұзақылар. Бірақ бейсаналық түрде олардың көпшілігі тек шайтанның нөкерлері ғана. Қазіргі Құрама Штаттағы 18 жасқа дейінгі балалар 200 мың зорлық-зомбылық және 16 мың кісі өлтіру оқиғаларын көріп өсіп келеді. Балаларымыз қатыгез болуға үйретіліп жатқандай. Орташа есеппен күніне 5,1 сағат теледидарды көруге кетеді.
Әр үйде кемінде бір теледидар бар. Орташа есеппен 2,4 теледидар. Кабельде теледидарға ақы төлейтін американдықтардың саны 56%. 49% теледидарды тым көп көреміз дейді. Таңқаларлық. 2 жастан асқандар аптасына 34 сағат теледидар алдына өткізеді. 4-6 жас аралығындағы балалардың 54%-ы теледидар көру және әкелерімен уақыт өткізудің біреуін таңдауын сұрағанда, теледидарды таңдағанды жөн көрді. Орташа есеппен орта мектепті аяқтағанға дейін оқушылар мектепте 900 сағат, ал теледидар алдында 1200 сағат өткізеді. Таңғаларлық. Жыл сайын 30 секундтық жарнамалық роликтердің саны 16 мыңға жетеді. Бұны олар қалай атайтын білесіз бе? Демеушіміздің хабары деп атайды. Араб тілінде оны рисала деп атайды. Себебі олар сіздің тауарларды сатып алып, тұтынғаныңызды қалайды. Себебі бұл тұтынушылық өркениет. They want you to buy and consume their goods because it's a consumer civilization. Cartoons are very serious. Мультфильмдер өте маңызды. Бұл мультфильм ересектерге арналып жасалғандай. Оларды жасаған адам сөзсіз атеист, ештеңеге сенбейді, бәрін күлкіге айналдырады. Балалар осындай күрделі шоуларды көреді. Everything's a joke. Kids watch this show. It's a very sophisticated show. Мультфильмдегі кейіпкерлер елестер, жындар және оккультизм, тылсым күштерге қатысты. Скуби-Ду солардың бір мысалы. Балаңыз осындай қоқыстарды көріп өседі. Ойланыңыз, қоқысты қабылдаса, сәйкесінше қоқыс шығарады. Балаңыздың санасына не әсер етіп жатқанын мұқият жауапкершілікпен ойлап қараңызшы. Сіз теледидар көруге рұқсат берсеңіз, балаңыз көрген нәрсесіне еліктейтін болады. Now Maleficent, you could see Disney, they used to have films Диснейдің фильмдеріне қараңыз. Олар бұрын сиқыршы мыстан, кәрі, жалмауыз, зұлым кейіпкер болып сипатталатын. Ал қазір олар өте әдемі, Бафометтің маскасын киген сұлу әйелдің бейнесіне енді. Шайтан осылайша адамды ақырындап тұзаққа түсіреді. Consider a very beautiful woman and they put her in Baphomet's mask and then it becomes seductive. He takes people by degrees. I mean, what is this? Бұл не сонда? Неге бәріне мүйіз кигізеді? Біз адамбыз, біз жын емеспіз. Неге осындай белгіні жасайды? Неге әртістер арасында жалғыз көзді белгі кең таралған? Мұны ешқашан қарапайым адамдар осылай жасағанын көрмеппін. Неге? Өйткені бұл олардың діні. Олар жалғыз көзді Құдайға сыйынады. Неге олар біздің балаларымызды жалғыз көзді кейіпкерлерге үйретіп жатыр? Не болып жатыр? Неге барлық жерден жалғыз көзді белгіні көреміз? ақш патенті 650-614-8b2-ге сәйкес кейбір компьютерлік мониторлар мен теледидарлар сенсорлық резонанс тудыратын 0,15 немесе 2,4 герц жиіліктерінде тербелетін әлсіз электромагниттік өрістер шығарады. Осы электромагниттік өрістердің теріні ынталандыруға жауап ретінде адамда физиологиялық әсерлері байқалды. Бұл импульстар сіздің мінез құлқыңызды басқара алады. Яғни бұл импульстар сіздің жүйке жүйеңізге кері әсерін тигізеді және миыңызды тиісті түрде жауап қайтаруға мәжбүр етеді. Миыңызды экрандағы ақпаратты қабылдауға дайын етеді. Білесіз бе, теледидарды көргенде сіз гипноздық трансқа бейім, ми толқылар күйінде түсесіз. Сублиминалды жағдайда олар бізді басқарғысы келеді. Бізге олар қалаған ақпаратты қабылдауымызға мәжбүр етеді. What is in our heads so that we see the world they want us to perceive. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтуынша, ақыр заманның белгілерінің бірі тәрелкелер байланыста болады. Адамдар отбасылық байланыстарын үзеді. إن من علام الساعة وأشراطها أن تواصل الأطباق وأن تقطع الأرحام. Бұл пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айқын пайғамбарлық кереметтерінің бірі. Алжирде тәрелкені қалай атайды? Табақ. Солтүстік Африкада жер серіктік антенналарды атбақ деп атайды, және шығыста соқуын немесе дишат деп атайды. Сахын сөзі жалпақ тәрелкені меңзейді, ал табақ тегіс емес, ойқылдау тәрелкені білдіреді. Дұрысы осы. Табақ is a concave dish. And so atbaq is the correct meaning.
Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл сөзді жер серіктік байланыс үшін қолданған. Туасулул атбақ деді. Дәрелікілер үнемі байланыс жасайды және адамдар өздерінің отбасылық байланыстарын үзеді. Басқаша айтқанда, адамдар үйде отырып жер серіктік антенналар арқылы теледидар көреді және көршілерімен араласпайды. Бұл таңғажайып хадис. Бүгінгі таңда барлық байланыс қызметтері, интернет, жер үсті желілері, теледидар желілері және басқа сол сияқты антенналар арқылы жасалады. Дұшпаныңыз сізді осы құралдардың көмегімен жалғыз қалдырды. Қараңыз, бірге отырсыздар, бірақ жалғызсыз. Егер осылай жалғаса берсе, кейінгі ұрпақ не болады? Сіз жауаптысыз. Оларды адамгершілікке үйретіңіз және осы құралдардың жағымсыз салдарынан сақтаңыз. Сіздердің көпшілігіңіз менің жазбаларымды оқып теледидардың жаңа құдай екенін білген боларсыздар. Осы уақытқа дейін мен бір нәрсе жайында айтпадым. Теледидар жаңашыл шайтандық діннің таралуындағы басым бағыт. Антон Лавей, шайтани шіркеудің негізін қалаушы. Теледидар ойын-сауыққа толы цирк, акробаттар, әңгімешілер, әнші-биші жангүлер, арыстанды үйретушілер, футболистерге толы. Біз сіздерді зеріктірмейміз. Егер сіз шындықты Құдайға жеткізгіңіз келсе, өзіңізге барыңыз. Өйткені бұл сіз кез келген нақты шындықты таба алатын жалғыз орын. Бірақ адамдар, бізден ешқашан шындықты біле алмайсыздар. Сізге тыңдағыңыз келетін нәрсені айтамыз, біз өтірік айтамыз. Біз кез келген сіз естігіңіз келген түкке тұрғыз нәпсіңізге жағатын хабарларды айтып береміз. Біз иллюзиямен айналысамыз, адамдар. Бұның бәрі шындық емес, сендер күндіз-түні отыра бересіңдер. Біз жасаған иллюзияға сене бастайсыңдар. Теледидар ішіндегіні шындық деп, өз өмірлеріңді жалғанға балайсыңдар. Теледидар не көрсетсе, соны істей бастайсыңдар. Біз көрсеткенде киінесіңдер, ішіп жейсіңдер, балаларды өсіресіңдер. Тіптен солай ойлай бастайсыңдар. Бұл жаппай ақылсыздық. Құдайдың атымен ант етейін, ең маңыздысы шынайы ол сен, адам. Біз бар болғаны елеспіз. Біз көзбояушылық жасаймыз, өзіңді ұмыттырамыз. Сондықтан теледидарды өшір, оларды дәл қазір өшір, есіңді жина. Дауыл келді, қорғанатын жер жоқ. Үйіңіздің шатыры көмектеспейді, өйткені спутник төбеден өтеді. Олар жұмыс істеп тұр. Енді үйіңізді қорғау мүмкін емес. Үңгір иелері не істеді? Олар қауіпсіздік іздеп үңгірге тығылды. Бұл сізді дәжжәлден сақтайды. Өзіңіздің үңгіріңізде болыңыз, бұдан сақтаныңыз. Сіздің үйіңіз исламның аумағы. Үйіңізді қорғаңыз, сақтаңыз, шайтандарды шақырмаңыз. Балаларыңызды қорғаңыз. Олар тап-таза, олар пәк. Оларға қараңызшы, олар әп-әдемі. Олар фитра арқылы «Ля иляха иллаллах Мұхаммеду Расуллахты» үйренуге дайын. Бірақ егер сіз оларды мына белгілердің қасына қойсаңыз, олар соған сене бастайды.